Мен түсінгенім бойынша тиктокта в общем қазір екі вид бар монетизацияны. Ол бірінші жаңағы мен айтып кеткендей подарок, жаңағы видеоға, сосын трансляцияларға подарок алу. То есть трансляцияға подарок алу үшін 1000 подписчик болу керек минимальный, а видеоларға жаңағындай подарок алу үшін 10 000 подписчик керек екен. Алдында мен тиктоктың справкасын оқығанда 100 000 деп тұрған, негізі ол оказывается не екен, не обновленный страницасы екен. То есть ол информация обновлять етілмеген, оказывается 10 000 екен. 10 000 подписчик болса видеоларға жаңағындай подарок ала беруге болады екен. И екінші вид монетизация ол официальный монетизация, то есть анау ютубтағы сияқты типа партнерский программа сияқты, бірақ та ол тиктокта уже кішкене басқаша. Тиктокта, короче, андай не, как сказать, тиктокта өзінде, короче, бюджет бар, специальный бюджет. Тиктоктың фонды бар, қанша? Алдында бір естігенде 200 миллиард доллар деді ма, сондай. Сол жерден жаңағыдай, миллиард емес, 200 миллион доллар, я. В общем, сол бюджеттен жаңағы бөлініп отырады да, жаңағы бүкіл авторларға таратады. Ол жерде миллион просмотрға примерно 40 доллар төлейді дейма, сондай дейді. Ол жаңағы в зависимости қай мемлекеттен көреді, соған байланысты. В общем, 30-40 доллар төлейді дейді ол жаңағы не? Тиктоктың именно доход за просмотры деген. За просмотр енді бұл жерде жаңағы миллион просмотрға 40 доллар, 30 доллар деген көп ақша емес қой. Мысалы ютубтан, мысалы Қазақстаннан көрсе миллион просмотрға бір 700-800 доллар төлейді мысалы. В зависимости от длины ғой еще, видеоның ұзындығына байланысты, конечно. Мына жерде мен ең қызығып тұрғаным тиктокта жаңағы подароктар, өйткені мен алдында көргем, новость оққан бір стример, бір Қытайдың бір стримері, бір стримда, тиктоктың бір стримінде 167 000 доллар тапқан дейді. То есть оған адамдар подарок жіберген ғой, қанша подарок, соның ішінде, короче, бір стримде 167 000 доллар тапқан дейді. Вот. Және де тиктокта еще прямой реклама жасауға болады ғой, мысалы музыканттардың музыкасын рекламировать етуге болады, мысалы оларға буст беру үшін, пиар беру үшін кішкене. Сосын біреудің продукциясын, услугаларын рекламировать етуге болады, мысалы прямой реклама дейді. Ол, кстати, оны жаңа айтқан жоқпын ғой, ол үшінші вид заработка жаңа тиктокта. Тиктокта монетизация қосу үшін, достар, бүйтеміз. Мінекей, мына жерде оң жақта үстінде мынандай болады сендерде, жаңағындай үш баласа. Соған басасыңдар. Сосын инструменты авторға кіресіңдер. Мына жерде көріп тұрсыңдар ғой, я? Подарки деп тұр мына жерде, мына жерде подарки деп тұр. Так. Сол подарки дегенге басасыңдар. Сосын мына жерде мынаған включить дегенге басасыңдар. Қазір көрсетейін сендерге. Мынаған басасыңдар, короче. Соған басқанда мына жерде нелер шығады, требование шығады. Мына видеоға, сендердің видеоларыңа подарок алу үшін осы 4 требованияны выполнять ету керек, в общем. Мысалы, менде мына жерде требованиялардан бірінші, екінші, үшінші менде қосылып тұр. То есть үшінші, екінші, үшінші, төртінші қосылып тұр. И маған қазір мынаны қосу керек, 10 000 подписчик деген. То есть 10 000 подписчикқа жеткенде мен өзінің видеоларыма подароктар аламын. Солай, достар, мына жерде требованияларым былай. Осы аккаунт создавать етілгеніне 30 күн болу керек. Менің создавать етілген 30 күн болды. Соответствует требования к возрасту дейді. То есть сендердің жастарың 18-ден асу керек. Так, чтобы за видео можно было дарить подарки, она должна пройти проверку на безопасность. Ну, было уже как бы не автоматически было назад. Так, так, в общем, достар, осылай мен жаңа айтып кеткендей. Ал егерде сендер трансляция, мына сендер прямой эфир ашасыздар ғой, эфир. Ал егерде трансляция или эфир, стрим, мысалы ашам десеңдер, сол жерге подарок алам десеңдер, ол жерде требование 1000 подписчик, 1000 подписчикқа жеткен соң жаңағы өздерінің стримдарыңа, прямой эфирларыңа подарок аласыңдар. Мен бұл функцияны өзім қосқан жоқпын, бұл функция менде автоматически қосылды. То есть 1000 подписчикқа жеткеннен кейін мен прямой эфирға кірдім и өзім өз көзіммен көрдім. Маған кісілер, адамдар, в общем, 2 адам подарок жіберді, подарок алынды, как положено, все работает. Сол, достар, егер тикток жайлы сұрақтарым болса, маған сұрай беріңдер. Мен тиктокқа
регистрация жасап осы тиктокқа кірген ровно 30 күн болды. Мына 30 күн ішінде кішкене тәжірибем бар. Қазір мен тикток аккаунтымда 7700 подписчик. Сондықтан достар, сұрақтар болса қойыңдар. Барлықтарына жауап беруге тырысамын.